Молла емес, молда деген дұрыс. Бұл сөз араб тілінен енген. Араб тіліндегі айтылуы да жазылуы да басқаша. Қазақ тілінде молда деп қалыптасты. Орфографиялық сөздікте де, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде де молда деп көрсетілген. Жалпы төл сөздерімізден бөлек қазақ тіліне араб, парсы, орыс және тағы басқа тілдерден еніп, фонетикалық, графикалық жағынан әбден игерілген қазақша сияқты болып кеткен сөздер де аз емес. Олардың барлығын сол тілдерде қалай дәл солай қайта дыбыстағысы келетіндері болса, сол тілдерді үйренгендері әлде қайда қайырлы деп ойлаймын. Ал қазақ тілін барынша сақтауға тырысуымыз керек. Мысалы, мен ағылшын, түрік, орыс тілдерін меңгергем. Қазақ тілі ана тілім. Қазақ тіліне қатысты мәселе көтерілсе, басқа тақырып жоқ па, ақша көп кетеді дейтіндер де бар. Алайда қазақ тілі қазақтың жаны екенін ұмытпайық.